Құрметті Алматы қаласының тұрғындары, биылғы жылдың 7 айында қаламызда 4000-нан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Нәтижесінде 5000-нан астам адам зардап шекті. Өкінішке орай олардың 45-і қаза тапты. Ерекше алаңдаушылықты туғызатын жайт балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғалары. Олардың саны шамамен 60%-ға артқан. Бұл әрқайсымыз жолда бұрынғыдан да мұқият болуымыз керек деген сөз. Апаттардың негізгі себептері жылдамдықты асыру, арақашықтықты сақтамау, маневр жасау және жаяу жүргінші өткелінен өту ережелерін бұзу. Бұл құқық бұзушылықтардың бәрінің алдын алуға болады. Тек қарапайым жол қозғалыс ережелерін сақтау жеткілікті. Біз жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді барынша абай болуға шақырамыз. Есіңізде болсын, рөлде отырып сіз тек өз өміріңіз үшін емес, айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігі үшін де жауап бересіз. Жолдарымызды қауіпсіз, ал сапарымызды тыныш және қайғылы оқиғасыз ету бәріміздің қолымызда.